Әйелдің болмасын басты капиталы оның халқы, соның ішінде жастары болып табылады. Жастар қазіргі қоғамның жетекші күші ретінде еліміздің дамуы үшін жауапты екені мәлім. Еліміздің тарихы мен мәдениетінің тағдыры, дамуы, жалпы бүгіні мен ертеңі де жастарға байланысты. Жастар қай заманда, қай елде болмасын асқақ арман мен үміт, биік ар мен өр намыстың символы болған. Олар қай кезде де, қай қоғамда да белсенді буын өкілдері. Еліміздегі жас буын өкілдері мемлекетіміздің жаңа келбетін қалыптастырады. Олардың жаңа белестерге деген ұмтылысы жаңа идеялардың туындауына себепші болады. Ал жаңа идея қазақ елінің жаңаруына бағыт алып, мәңгілік ел болуына нық қадам бастайды. Қазіргі таңда жастар ел болашақ ретінде білікті маман атану үшін білім алуы тиіс. Ендеше, халықаралық жастар күнімен Қазақстанның барлық жастарын шын жүректен құттықтаймыз. Сіздердің барлық мақсаттарыңыз орындалып, күш-жігеріңіз ел игілігі үшін жұмсалсын. Адамның ең қымбат кезеңі жастық шағы болса, ал сол жастық шақты қалжыңда өткізу екінің біріне берілмейтін үлкен бақ.